Психологтардың мынадай дәлелі бар. Әйел адам өзін сырт келбеті арқылы әлемге таныстырады. Сондықтан да эфирге шығу үшін таңғы 6-тан бастап, сағаттап, айнаның алдында бет әллеп отырғаным бекер емес деген келеді ғой. Ардақ сұлулыққа ұмтылу наздық емес, асыра сілтеушілік те емес. Көріп отырған көрерменге, айналамдағы жандарға, мысалы саған да жағымды әсер қалдыру үшін жасап жүрмін ғой. Енді қалжың, оның рас, сұлулық бізге ешқашанда артықтық етпейді. Құрметті қыз-келіншектер, әдемі болудың сырлары мен құпиясын үйрену қиын емес. Бар болғаны еріншектікке жол бермеңіз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерге бас массажын ұсынамыз. Қолымызды антибактериалды сабынмен жуып, қолымызды жылтып, бас массажын бастаймыз. Бас массажын басты жуар алдында 2-3 сағат алдын жасасаңыз, өте жақсы әсер аласыз және қан айналымы жақсарып, ол шаш өсуге де жақсы ықпалын тигізеді. Басымызды оң жаққа бұрып алып, желке тұсынан бастаймыз. Бас массажы негізі адам ағзасына емдік әсер ету әдісінің бірі. Бұл бас аурулары мен шаршаудың алдын алады және шаршаудан арылуға, қысымды қалпына келтіруге, шаш тамырларын нығайтуға көмектеседі. Бұл процедураны маман салонда ғана емес, сонымен қатар медициналық орталықтарда және үйде де жасауға болады. Бас массажының барлық түрін 2 топқа бөлуге болады. Ол терапевтикалық және косметикалық. Терапевтикалық метаболизм процестерін ынталандыруға және жеке қорғаныстарды белсендіруге арналған. Косметикалыққа тоқталатын болсақ, ол сыртқы кемшіліктерді жоя алады. Сонымен қатар массаж аймақтарын ғана емес, бүкіл дене процестерін белсендіреді. Массаж қан ағымын және май бездерінің жұмысын ынталандырады. Сондықтан массажды шашты жуар алдында 2-3 сағат алдын жасау керек. Қимылдарды кезең-кезеңмен орындау керек. Алдымен жеңіл серпу, содан кейін өткір емес, бірақ жігерлі ысқылаулар. Қалауыңыз бойынша бас массажын ошаған немесе кастор майын жағып жасауға болады. Дене температурасына дейін қыздырып, ол майлар шаш өсуін ынталандырады. Процедура аяқталған соң, мойын аймағына назар аудару керек. Оны ұқыпты қозғалыстармен мұқият уқалаймыз. Осындай қарбаласқан заманда, жұмыстан шаршап келгендеріңізде диванға отырып, 5-10 минуттай шаршағанды басудың бір амалы. Әрдайым сұлу, сымбатты болып жүріңіздер.